Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен авторлық құқық, плагиат ұғымдарымен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта біз сілтемелер, гиперсілтемелер секілді жаңа тақырыптармен танысқан болатынбыз. Ал бүгін сол гиперсілтемелер, сілтемелерді не үшін қоюымыз міндетті, не үшін оларды қолдануымыз керек? Міне сол тақырыппен толығырақ түсінетін боламыз. Өмірдегі барлық туындылар, кітаптар, өнер шығармалар, музыкалық композициялар, суреттер, ескерткіштер барлығының өзінің авторлары бар. Кез келген қандай да бір зат ойлап табылса, оның міндетті түрде бір ойлап тапқан бір жалғыз адам немесе бірнеше адамдар болуы мүмкін. Дәл сол секілді әрбір туындының, әрбір еңбектің өзінің авторы міндетті түрде кез келген жерде аталып отыруы керек, егерде көрсетілуі қажет, жазылуы қажет. Енді мысалға мен сіздерге түсіндірейін. Біздің қазақтан шыққан ең алғашқы суретші авторымыз Әбілхан Қастеев. Ол туралы интернеттен толығырақ іздесеңдер болады. Мынау сол кісінің Түркісі батты 1932 жылғы салған суреті. Егерде біз бұл суретті қандай да бір еңбекте, баяндамада, рефератта қолданатын болсақ, бұл суретті қайдан алғанымызды, қандай автордың суреті екенін көрсетіп отыру қажет. Немесе, мысалға, мынау ән. Шәмші Қалдаяқовтың «Ана туралы жыр». Бұл әнді біз интернеттен алсақ та, немесе басқа да ақпарат көздерінен алатын болсақ, бұл әннің авторы Шәмші Қалдаяқов сөзін жазған Ғафу Қайырбеков екенін көрсетіп, міндетті түрде сілтемесін көрсетіп отыруымыз керек. Егерде біз оны көрсетпейтін болсақ, ол әннің авторы өзіміз секілді көрсетеміз де, және автордың құқығын бұзамыз. Міне, кез келген осы жерде көрсеткенде, кез келген шығармалардың, кез келген еңбектің авторлары бар екенін біле отыра, олардың авторлық құқық алғанын түсінуіміз қажет. Яғни, авторлық құқық дегеніміз не? Ол адамның өзі жасаған әдеби шығармаларға, компьютерлік программаларға, сәулет туындылары мен музыкалық шығармаларға, ақпараттар мен ғылыми еңбектеріне тағы да басқаға алған құқығы. Яғни, қандай да бір кітап жазып шығарса, немесе бір кино түсірсе, немесе жаңағыдай ән жазса, ол осындай мемлекеттік деңгейде мен осыны ойлап таптым, мен осыны жаздым деп мынандай куәлік алу қажет. Ол куәлікті алғаннан кейін оның еңбегіне ешкім бас сұға алмайды, рұқсатсыз қолдана алмайды. Яғни мынау секілді бұл құжатқа тыйым салынды. Қолдануға болады, бірақ сілтемесін көрсету керек, гиперсілтеме қою керек. Ал авторлық құқық егерде қорғалса, ол сіздің еңбегіңізге осындай С деген белгі қойылады да, қасына аты жөніңіз, жазған жылыңыз көрсетіледі. Енді плагиат дегеніміз не? Жаңағы авторлық құқықпенен бір адамның ойлап тапқан дүниесін басқа адамдар гиперсілтеме, сілтеме көрсетпей өзі жазып қойып қойса, онда ол плагиат болады. Міне мынандай суретте көрсетіліп тұрғандай, бір адамның миында пайда болған идея, сол адамның миында пайда болған еңбекті екінші бір адам алады да, дайын тұрған дүниені алады да, көшіріп өзі пайдаланатын болады. Егер ол мынау бірінші кісіден рұқсат сұрамаса, немесе сілтеме қойып, гиперсілтеме көрсетпесе, онда ол плагиат болады да, ол құжаты жаңағы дұрыс емес, яғни бір адамның еңбегін рұқсатсыз көшірді деген дүние болады. Енді авторлық құқық бұзушылық дегеніміз не? Жаңағы мен сіздерге плагиатты айтқандай, авторлық құқық бұзушылықтың екі түрі бар. Біреуі плагиат, екіншісі контрафакция. Плагиат өзгенің туындысына авторлық құқықты заңсыз иелену, яғни көрсетпей, көшіріп қойып, копи-паст деген бар ғой интернетте, клавиатурада. Яғни сіз біреудің еңбегін аласыз да, көшіресіз да, өзіңіздің еңбегіңіздің ішіне қоса саласыз. Және оны сілтемеде, пайдаланған әдебиеттерде көрсетпейсіз. Ал контрафакция дегеніміз, бұл өзгенің туындысын автордың есімін сақтай отырып заңсыз қолдану. Мысалға, әлемдік брендтерді Nike, Michael Kors, Dior, тағы да басқалардың
Қытай мысалға көшірмелерін жасайды. Базарларда біз арзан солардың шлепанцылар, сөмкелер, тағы да басқа заттарды көреміз. Яғни бұл жерде контрафакция жүріп жатыр. Өзгенің туындысының автордың есімін сақтап, яғни брендтардың атын сақтайды да, сөйтіп ары қарай оны заңсыз қолданып, ақша түседі, одан пайда түседі, яғни заңсыз қолданады. Бұндай жағдайда плагиат болса да, контрафакция болса да, туындылардың ең алғашқы авторлары көшірме жасап сатқан адамдарға немесе заңсыз көшірме жасап пайдаланған адамдарға соттауға, жаңағы құқық бұзушылық туралы қылмыстық іс қозғауға құқылы. Сондықтан бұндай нәрсе жасауымызға болмайды. Кез келген туындының меншік иесі бар екенін атап өткендей, бұл өмірде бүкіл пайда болған заттардың барлығының белгілі бір авторы бар. Тіпті тіс жұқығы заттың, мынау киім тігетін машина, робот пылесостардың да өзінің авторлары бар. Егер осы робот пылесосты тағы да бір адам екінші бір түрін жасағысы келсе, ол осы ең алғашқы ойлап тапқан адамнан рұқсат сұрайды. Енді бұл авторлық құқықтың екі түрі бар: жеке құқық және мүліктік құқық. Жеке құқық дегеніміз бұл автордың өзінен басқа ешқандай адамға берілмейді. Ал мүліктік құқық дегеніміз жаңағы көрсетілгендей, егер сіз екінші бір адамға рұқсат бере аласыз, ол адам сол нәрсені өзгертіп, немесе сәл өзгеріс жасап, немесе түрін, түсін өзгертіп, жаңағы оны сатуға, тағы да басқа нәрсе жасауға мүмкіндігі бар. Яғни одан түскен пайдаларды адамдар өздері теңдей пайдаланады, немесе бірінші авторға береді деген секілді. Енді бізде мектепте сіздер оқушылар осы авторлық құқықты бұзбай, плагиат жасамай, контрафакция жасамай қалай еңбектерді пайдалануымыз керек. Біз мектепте реферат жазамыз, ғылыми жобаларға қатысамыз, баяндама, шығармалар дайындаған кезде барлық еңбекті өзіміз миымыздан алып жазу мүмкін емес. Ондай кезде біз міндетті түрде интернеттен немесе кітаптардан ақпарат көздерін аламыз. Ал бірақ сол ақпарат көздерін алған кезде міндетті түрде соңында пайдаланған әдебиеттер тізімі деп алған кітаптарыңызды немесе жаңағы интернеттен алған сілтеме көздеріңізді көрсетіп, осылай тізіп көрсетіп қойсаңыздар, және сонымен қатар өздеріңіздің жаңадан қосқан еңбек ақпараттарыңызды жазуыңыз керек. Өйткені тек қана пайдаланған әдебиеттерден алған тізімдерді тізіп қойып, ол жаңа еңбек болмайды, баяндама, шығарма болмайды. Ал егер сіз пайдаланған әдебиеттер тізіміне дәл осылай қойып қойсаңыз, сіз мына екінші адам болсаңыз, бірінші кітапты жазған адаммен немесе интернетке өзінің ақпаратын салған адаммен дәл осылай келісім жасаған секілді, оның құқығын бұзбай, плагиат жасамай, келісімге отырып, сіз өзіңіздің еңбегіңізді жазып шықтыңыз, немесе презентацияңызды жасадыңыз, немесе баяндамаңызды жасадыңыз болып есептеледі. Сондықтан ешқашан балалар авторлық құқықты бұзбайық, плагиат жасамайық, пайдаланған әдебиеттерге сілтеме, гиперсілтемелерді көрсетіп жүрейік. Сау болыңыздар.